Зонадан оралды, бірақ үйінде бандиттер күтіп тұрды. Қараңғы түн, қала шетінде орналасқан ескі үйдің маңында жел ғана гуілдеп тұр. Көшеде тірі жан жоқ. Темір қақпа баяу сықырлап ашылды. Қақпадан ішке бір адам кірді. Қара киімде, қолында кішкентай сөмке, жүрісі ауыр, бірақ сенімді. Бұл Ержан. 7 жыл бұрын ол осы үйден кеткен. Қазір қайта оралды. Зонадан. Ержан қақпаны жауып үйге қарай беттеді. Әр қадамы өткен өміріне жақындағандай. Ол тоқтап қалды. Үйдің терезесінен жарық көрініп тұр. Қызық, деп сыбырлады. Өйткені ол бұл үйде ешкім қалмағанын жақсы білетін. Ата-анасы қайтыс болған, әйелі кетіп қалған. Бұл үй бос болу керек еді. Бірақ іште біреу бар. Ержан үндемей қабырғаға жақындады. Терезеге ақырын көз салды. Іште 3 адам отыр. Бөтен адамдар. Біреуі диванда жатып алып темекі шегіп отыр. Екіншісі үстелде ақша санап жатыр. Үшіншісі ас үйде бірдеңе іздеп жүр. Ұрлар, деді Ержан іштей. Олар үйді тонап жатыр. Бірақ олар бір нәрсені білмеді. Бұл үйдің иесі қайтып келгенін. Және ол жай адам емес екенін. Ержан есікке қарай жүрді. Қолын есік тұтқасына қойды. Бірақ ашпады. Ол алдымен тыңдады. Мына үй бос екен. Бақыт болды ғой, деді біреу күліп. Я, ешкім жоқ, ертең бәрін алып кетеміз, деді. Ақша бар сияқты, дейді. Ержанның көзі суық тартып кетті. Бұл оның үйі. Бұл оның өткен өмірі. Есікті жайлап ашты. Сықыр. Ішке кірді. Ей, кім ол, деп айқайлады біреуі. Үшеуі бірден оған қарады. Бірақ Ержан үндемеді. Жай ғана есікті жапты. Сен кімсің, деді ең ірісі орнынан тұрып. Ержан баяу сөйледі. Бұл үй менікі. Бір сәт үнсіздік орнады. Сосын олар күліп жіберді. Естіңдер ме? Бұл үй менікі, дейді. Кет әрі, брат, бұл үй бос. Ержан алға бір қадам жасады. Соңғы рет айтып тұрмын, шығыңдар. Ей, сен кімсің өзі? Батыр болып тұрсың ба, деді бірі. Ол қалтасынан пышақ шығарды. Қазір көрсетем саған. Келесі секундта бәрі өзгерді. Ержан көзге көрінбей қозғалды. Бір соққы. Әлгі пышақ ұстаған жігіт жерге құлады. Тыныс алмай қалды. Қалған екеуі аң-таң болды. Не болды бұл? Ержан ештеңе демеді. Тек қарап тұрды. Сен кімсің, деді бір қорқып. Ержан жақындады. Мен осы үйдің иесімін. Екінші жігіт жүгіріп шығып кетпек болды. Бірақ Ержан оны есікке жетпей ұстап алды. Қолынан бұрып жерге құлатты. Үшінші адам қатып қалды. Қолындағы ақшаны түсіріп алды. Кешір, біз білмедік. Ержан тоқтады. Оған жақындады. Көзбе көз қарады. Сендер дұрыс айттыңдар, бұл үй бос еді. Бірақ енді емес, деді. Жігіт дірілдеп тұр. Біз кетеміз, бәрін қалдырамыз, деді. Ержан үнсіз тұрды. Сосын есікке қарап, жоғал. Екеуі бір-біріне қарамай жүгіріп шығып кетті. Үйде тыныштық орнады. Ержан жалғыз қалды. Ол бөлмеге қарады. Бәрі өзгерген, бірақ иісі сол баяғы. Өткен өмірдің иісі. Ол диванға отырды. Қолын бетіне қойды. 7 жыл өмір темір тордың артында өтті. Сол уақыт ішінде бәрі өзгерді, бірақ оның ішінде бір нәрсе өзгермеген. Ол көзін жұмды. Кенет есіктен дыбыс шықты. Ержан бірден орнынан тұрды. Бірақ бұл жолы бір әйелдің дауысы естілді. Ержан! Ол қатып қалды. Бұл дауыс олды ұмыта алмаған еді. Есікте Айгүл тұрды. Оның бұрынғы әйелі. Сен шынымен сенсің бе, деді ол. Ержан үндемеді. Тек қарап тұрды. Айгүл үйге кірді. Көздері жасқа толған. Мен сенің шыққаныңды білмедім, деп айтты. Ұзақ үнсіздік.
бұл үйге неге келдің, деді ержан. Төмен қарады Айгүл. Мен кейде келіп тұрамын, бұл жер бәрі біздің үй ғой. Ержан терең дем алды. Жаңағы адамдар, олар сені де. Жоқ, деді ержан. Енді ешкім тимейді, деді. Айгүл оған қарады. Сол бұрынғы көзқарас, бірақ енді ішінде қорқыныш та бар. Сен өзгергенсің, деді. Ержан күліп жіберді. Салқын күлкі. Зонада бәрі өзгереді. Тағы үнсіздік. Енді не істейсің, деді Айгүл. Ержан терезеге қарады. Түн әлі қараңғы, бірақ бір жерден таңның белгісі көрініп келе жатыр, деді. Қайта бастаймын, деді. Қалай, деді Айгүл. Ержан баяу жауап берді. Бұл жолы бәрін дұрыс жасаймын, деді. Айгүл болса үндемеді. Ал сен, деді ержан. Айгүл терең дем алды. Білмеймін. Екеуі де үнсіз қылды. Сыртта жел басылды, түн аяқталып келе жатыр. Бұл үй бір кезде бос еді, бірақ енді қайтадан өмір басталғалы тұр. Бұл өмірде көп кездесетін жағдайлардың бірі, бірақ бұл көркем шығарма болғандықтан әрбір сәйкестік кездейсоқтық деп есептеледі. Арнаға жазып, лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.